Сәлем достар, осы торттың рецептісімен тегін бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркеле кетіңіз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Видеоның астында подписаться кнопкасын басасыздар. Торт жасау үшін бізге 4 жұмыртқа қажет, және де сары май қажет, 100 грамм ерітіп қойдық. Және қоюлатылған сүт 1 банкасы қажет. Жарты шай қасық соданы ұнға араластырып дайындап қоямыз. Бізде барлығы дайын. Енді 4 жұмыртқамызды ыдысымызға салып араластырамыз. Қоюлатылған тәтті сүтімізді үстіне қосып араластырамыз. Сапасы өте маңызды. Сапасына байланысты біздің тортымыз әдемі болып шығады. Араластырамыз. Майымызды құйып араластырамыз. Үшеуін. Үстінен ұн қосамыз. Ұнды қосқан кезде қатты қою қылмастан және сұйық қылмастан қосамыз. Қоюлау қылып араластырамыз. Табама сары май жақтым, оның үстінен ұн септім. Қағаз ешқандай фольга қолданбастан осының үстіне пісіре берсек болады. Жабыспай әдемі түседі. Пешке салып пісіреміз, өте тез піседі. Мінекей жабыспаған. Барлығын пісіріп дайындап аламыз. 22 сантиметрлік көмегімен торттың формасын тегістеп кесіп алдым. Көлемін үлкен кіші қылып өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Кремін дайындау үшін мен 400 граммдай творожный сыр пайдаландым. Және 200 грамм сахарная пудра қостым. 60 граммдай сары май қостым. Бәрін температурасы 1 болу керек. Араласқанда 1 келкі араласатындай. Осы сливкиден мен 200 граммдай қостым. Осыны құйып, миксердің көмегімен араластырамыз. Сәл ғана қою болған кезде осы творогымызды қосамыз. Бірге араластырып, қою масса болғанша бірге араластырамыз. Тәттісін дәмін көріп, өздеріңіз қоса берсеңіздер болады. Тортымызды жасау үшін осыны кальцияның көмегімен ішіне салып, кремдерімізді қалың не жұқа қылып жайып шығамыз. Мен жұқалау қылып жайдым. Торттың арасына кремі аз болған, мен үшін жақсы.
осыны холодильникке 1-2 сағатқа қойып алдым. Енді оны кольцодан шешіп, шеттеріне кремдер тегістеп жағып, және де 2 түрлі светке бояп, азырақ қалған кремме осылай әр жеріне тегізіп шықтым. Дәл видеода көріп тұрғандай істесеңіздер, торттарыңыз дәл менікі сияқты болып шығады. Міне бізде торт дайын. Бетіне қалауыңызша шоколад не болмаса жеміс-жидектер қоюыңызға болады. Енді бұны кесіп көрсек болады. Мен түнде жасадым, енді азанда кесіп жатырық.